Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен мен Арайлым. Сіздерге бүгін 4 қана қасықтан тұратын өте жұмсақ пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқаның ағынан сарысын бөліп аламыз. Жұмыртқаның сарысына 4 ас қасық қантымызды салып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Одан соң 4 ас қасық ұнымызды саламыз. Оның үстіне ас содасы немесе қамыр қопсытқышты қолдансаңыздар болады. Осы екеуінің біреуін қолдансаңыздар болады. Мен қамыр қопсытқышты қолдандым, яғни разрыхитель. Жарты шай қасық қамыр қопсытқышты салып араластырамыз. Енді жұмыртқаның ағын араластырамыз. Осындай венчикпен араластырсаңыздар да болады. Мен бірақ миксермен араластыруды жөн көрдім. Өйткені миксермен араластырған тез болады. Осылай ақ көбікке, яғни оның көлемі 2 есе ұлғайғанша шайқаймыз. Міне дайын болды. Осылай төңкерген кезде ешқандай төгілмеуі керек. Енді екеуін бірге араластырамыз. Осылай астына жоғарғы қарай араластырамыз. Осы орайда жеміс-жидек қоссаңыздар болады арасына. Мен макты қостым, бірақ ол міндетті емес. Ештеңе қоспай өзін пісіруге де болады. Енді біз формамызға құямыз. Ең алдымен пергамент қағазын астына төсеп аламыз. Менде диаметрі 24 сантиметрлік форма. Құйып алған соң осылай тегістеп жібереміз. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 15 минуттай пісіріп аламыз. Дайын болғаннан соң бірден алмай осы ағаш қасықпен қыстырып қойыңыздар. Сол кезде біздің пирогтарымыз басылып қалмайды. Мінекей достар, біздің өте оңай жасалатын қарапайым бәлішіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достар, алдағы уақытта сіздермен ешқандай таразының көмегінсіз дәл осылай оңай жасалатын торт немесе пирогтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы.